Бүгінгі жаңа сабағымызды бастамас бұрын таза тақта әдісі арқылы стикерлерге жазылған сұрақтарды шеше отырып, тақтамызды тазартып аламыз. Әрине оқушылар, 2022 жылғы тарихи атаулы жылдар тізіміне қазақ хандарының есімдері енген болады. Соның бірі қазақтың соңғы ханы Кенесары Қасымұлы. Оқушылар, олай болса, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс. Бүгінгі сабағымыздың зерттеу сұрағы Кенесары хан бастаған ұлт-азаттық күрес неліктен жалпы ұлттық сипатқа ие болды деген сұрақ бойынша біз бүгінгі сабағымыздың зерттеу сұрағын жүргізетін боламыз. Бүгінгі сабағымызға негізделген оқу мақсаттары, яғни бірінші халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күресінің себеп-салдарын анықтау және ұлт-азаттық көтеріліс басшыларының тұлғалық рөліне баға беру. Оқушылар, олай болса, Кенесары Қасымұлы тақырыбына арналған шағын бейнефильмге назар аударамыз. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістің басты мақсаты қандай болды? Кенесары хан қандай мемлекеттік қызметтерді енгізді? Кенесары хан орталықтанған мемлекет құру мақсатында қандай істер атқарды? Кенесары хан қандай саясаткер болды? Кенесарыны тұлға ретінде қалай сипаттауға болады? Кенесары хан туралы ақпаратты қандай дерек көздерден алуға болады? Осы сұрақтарға жауап берейік. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістің басты мақсаты қандай болды? 1822-1824 жылдардағы ережелерден кейін қазақ даласында жойылған дәстүрлі хандық басқару жүйесін қайта қалпына келтіріп, Ұлытауда 1841 жылы ақ киізге отырғызып хан сайланған Кенесары хан атасы Абылай хан тұсындағы дербестікті қалпына келтіруді көздеді. Кенесары хан қандай мемлекеттік қызметтер енгізді? Хан кеңесіне батырлар, билер, сұлтандар, дипломатиялық қабілеттері бар ақылды саясаткерлер мен сенімді жақтастары кірді. Дипломатиялық қызмет ұйымдастырылды. Хан жарлықтары мен хан кеңесінің шешімдерін таратып, түсіндіріп және орындалуын талап етіп отыратын арнайы басқарма құрылды. Салық жүйесіне өзгерістер енгізілді. Әскери мәселе бойынша қатал әскери тәртіптегі мыңдықтар және жүздіктерге бөлінген далалық соғыс жағдайына ыңғайлы жасақтар ұйымдастырылды. Төлеңгіттер тобы күшейтілді. Кенесары хан орталықтанған мемлекет құру мақсатында қандай істер атқарды? Хан Кенесары Қасымұлы орталықтанған мемлекет құруға талпынды. Ханның сәтті жұмысының нәтижесі. Салық жинау тәртіпке келтірілді. Егіншілікпен айналысуға мүмкіндік жасалды. Тыңшылық қызмет енгізілді. Соғысуға қабілетті жасақ ұйымдастырылды. Ішкі талас тартыс, руаралық қақтығысқа тыйым салынды. Мәмілегерлік қызмет ұйымдастырылды. Хандық кеңес құрылды. Сауда-саттық саясатына өзгерістер енгізілді. Мемлекеттік құрылым өзгертілді. Кенесары хан қандай саясаткер болды? Кенесары үлкен көрегендік танытып, халқының бірлігіне кедергі келтіретін жүзге, руға бөлінушілікті тыю жолында көп әрекеттенді. Даңқты қолбасшы мемлекет тәуелсіздігінің өте маңызды іс екенін халық санасына сіңіруде көп еңбек етті. Мемлекет мүддесін қорғау жолында жауды жеңіп, тәуелсіздікке қол жеткізу үшін халықты біліктілікпен басқару керектігін ол жете түсінді. Кенесарыны қандай тұлға ретінде сипаттауға болады? Кенесары қазақ халқының дербес мемлекеттілігін қалпына келтіру, халқын бодандықтан құтқарып, азаттық пен бостандыққа қол жеткізіп, тәуелсіз ел ету мұратын көздеген сұңғыла саясатшы, қайраткер, ірі мәмілегер, дарынды әскери қолбасшы ретінде ел есінде қалды. Кенесары хан туралы ақпаратты қандай деректерден алуға болады? Кенесарының өмірі мен азаттық жолындағы күресі көптеген ақын жазушылардың шығармаларына арқау болды. Нысанбай ақынның Кенесары Наурызбай дастаны, Мұхтар Әуезовтің Хан Кене пьесасы, Ілияс Есенберлиннің Қаһар романы жазылды. Алғашқы зерттеулер ішінде Николай Середаның Қазақ сұлтаны Кенесары Қасымовтың бүлігі деп аталатын кітабының дереккөз ретіндегі маңызы зор. Кеңес үкіметі тұсында Кенесарының күрес жолына іргелі ғылыми зерттеу арнаған тарихшы ғалым Ермұхан Бекмахановтың
19 ғасырдың 20-40 жылдарындағы Қазақстан еңбегі құнды дерек көзі саналады. Кенесары тұлғасына жаңаша қарап, оның шынайы бағасын беру ісі Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін ғана қолға алынды. 2002 жылы Кенесарының туғанына 200 жыл толуына орай халықаралық ғылыми конференция өтті. Елордада Кенесары ханға ескерткіш қойылған және оның есімімен аталатын көше бар. Оқушылар шағын бейнефильмді көріп болса, онда бәріміз ой қорытып, бір-бірімізбен жұптаса отырып, төменірегі кестені толтырамыз. Оқушылар ойлан жұптасып бөліс әдісі арқылы сіздер көтерілістің мақсатын айқындайсыздар, көтерілістің негізгі себептерін анықтайсыздар және қозғаушы күші мен көтерілістің жеңу себептерін талдайтын боласыздар. Оқушылар кестені толтырып болса, онда дұрыс жауаптарына назар аударайық. Яғни Кенесары Қасымұлы көтерілістің басты мақсаты Қазақстанның, соның ішінде Абылай хан кезіндегі аумақ тұтастықты қалпына келтіру, екінші Ресейдің құрамына кірмеген территорияларды сақтап қалу бұл Кенесары көтерілісінің басты мақсаты болды. Келесі Кенесары көтерілісінің себептері, яғни патша үкіметінің Қазақстандағы отаршылық саясатын жүргізуі, екінші орта жүзде хандық биліктің жойылуы, сонымен қатар қазақ шаруаларының әлеуметтік экономикалық жағдайының төмендеуі осы көтерілістің себептері болып саналды. Үшінші, қозғаушы күші әрине ол Кенесары Қасымұлының құрамындағы қозғаушы күштері қазақ шаруалары, сонымен қатар тәуелсіздікті мақсат еткен, яғни сол тәуелсіздікті қалпына келтіру барысында күрес жүргізген біздің қарапайым егіншілер мен старшындар және сонымен қатар сұлтандар да болған. Көтерілістің сипаты яғни қазақ жеріндегі Ресей империясының отарлау саясаты, сонымен қатар Қоқан бектерінің озбырлығынан қазақ жерін құтқарып қалу бұл көтерілістің басты сипаты болып саналады. Осы Кенесары Қасымұлы көтерілісінің жеңілу себептері, яғни сол тарихи кезеңдегі қазақ халқының әлеуметтік экономикалық жағдайы барысында біздің ұлт-азаттық қозғалыстың түпкілікті жеңіске жетуіне осындай жағдайлар себепкер болды. Сонымен қатар әрине Ресей империясының қуатты әскери күші бола тұра, яғни қазақ халқының, соның ішінде Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілістің жеңілу себептерінің басқа да мақсаттары болған болады. Оқушылар, біздің келесі тапсырмамыз дәйектермен жұмыс деп аталады. Яғни бұл жерде сіздер саяси тұлғалардың Кенесары Қасымұлы тақырыбында айтылған көзқарастарын, яғни осы аталған тұлғалар арқылы орналастыратын боласыздар. Яғни бұл жерде сіздер Кенесары Қасымұлының жеке қасиеттерін сипаттайсыздар, сонымен қатар әскери қабілетін анықтайсыздар Кенесары Қасымұлының. Үшінші, Кенесары Қасымұлының әділдігі мен батырлығын, яғни саяси тұлғалар арқылы нақтылайтын боласыздар. Яғни сіздер оның ішінде Луи Мейер, Томас Аткинсон және Николай Коншиннің Кенесары Қасымұлы тақырыбында айтылған саяси көзқарастарын нақтылап бізге талдап бересіздер. Олай болса, тапсырманы бастаймыз. Оқушылар дайын сөздермен жұмыс жасап болса, онда дұрыс жауаптарына назар аударайық. Яғни біздің саяси қайраткерлердің бірі Луи Мейердің Кенесары Қасымұлы тақырыбында өзінің көзқарасын білдіргені туралы нақтылап алайық. Яғни Луи Мейер біздің даладағы билік соңғы уақытқа дейін өзінің қазақ халқы мойнындағы бір адамның қолында шоғырланды. Бұл адам жоғарыда ататалған әрине Кенесары Қасымұлы еді деп өзінің көзқарасын білдірген. Жалпы оның адамдарды тарта білетін ерекше қабілеті бар. Кенесарыға көзсіз ерлік тән еді деп айтқан бұл әрине Луи Мейер болатын, өте жақсы, дұрыс. Келесі Томас Аткинсонның көзқарасы Кенесары қазақтардан тамаша жауынгерлер даярлап шығатынға ұқсайды. Шыңғыс ханның тарихтағы әйгілі болып қалған әскерлердің барлық қасиеттері олардың бойында бар екенін айтқан ол Томас Аткинсон болатын. Келесі ол барлық жағынан ерекше адам болды. Өзінің қолдаушылардан әлдеқайда жоғары тұрған ол жеке бастаулары мен рулық қатынастарды әділ шешетін, әрқашан, яғни нақты шешім қабылдап отыратын. Сонымен қатар Кенесары шын мәнінде бүкіл қазақ ұлтының батыры болған және басқа ешкімді де айта алмаймын деп саяси тұлға Николай Коншин айтып өткен екен. Оқушылар дәйек сөздермен жұмыс жасап болса, онда үшінші тапсырмамызға көшейік. Біздің үшінші тапсырмамыз салыстыру әдісі деп аталады. Яғни біз бұл жерде Кенесары хан бастаған ұлт-азаттық көтерілісті Сырымдатұлы және Исатай мен Махамбет көтерілістерімен салыстыра отырып, яғни нақтылайтын боламыз. Яғни біз бұл жерде көтерілістің мақсаттарын айқындаймыз, көтерілістің нәтижелеріне тоқталамыз, сонымен қатар көтерілістердің тарихи маңыздылығын ашатын боламыз. Оқушылар әрине
салыстыру әдісінде біз Кенесары Қасымұлының Сырымды атылық және Исатай мен Махамбет бастаған көтерілістің басты мақсаттарының бірі қазақ халқының тәуелсіздік жолында күрес екенін білеміз. Соның ішінде Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілістің тарихи маңызының ерекшелігі ол 19 ғасырдағы бүткіл аумақты қамтыған көтеріліс екенін білеміз. Ал Сырымды атылып бастаған көтеріліс, яғни Ресейдің отаршылдық күресіне қарсы көтеріліс болып саналады. Ал келесі Исатай мен Махамбет көтерілісінің басты тарихи маңызы ол әрине жер мәселесі болып саналады. Оқушылар, бүгінгі Кенесары Қасымұлы бастаған қазақ көтеріліс тақырыбында біз өз жетістігімізді бағала деген әдіспен кері байланыс жасасақ, оның ішінде сіздерге бүгінгі сабақта арналған тапсырмаларыңызды, немесе қиындық тудырған тапсырмаларыңызды, немесе қандай да бір қиындықтар болып жатса, оны жаңағы жетістікті бағалау арқылы нақтылап алсаңыздар. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, яғни Кенесары хан бастаған ұлт-азаттық күрес неліктен жалпы ұлттық сипатқа ие болды деген сұрақ бойынша біз бүгінгі сабақта Кенесары Қасымұлының 1822-24 жылғы қазақтың дәстүрлі хандық билік жүйесін қалпына келтіру жолында күрес екенін білдік. Сонымен қатар Абылай ханның тұсындағы қазақтың дербестігін сақтап қалу мақсатында болып жатқан күрес екенін анықтадық. Сонымен қатар Кенесары хан бастаған ұлт-азаттық күрестің қазақ халқының тәуелсіздік үшін, яғни 19 ғасырдағы ең ірі ауқымды көтеріліс болғанын бүгінгі сабақта нақтылап талдап алдық. Оқушылар, олай болса, үйге тапсырма жазып аламыз. Яғни сіздер Кенесары менің идеалым, ер тұрғалы Кенесары тақырыптарында тарихи шығармалар жазып бересіздер. Олай болса, оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.